Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Қазақстан тарихынан келесі бейне дәрісімізді түсіндіретін боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол бізде Түргеш қағанаты болып саналады. Түргеш қағанаты бізде Батыс түрік қағанатының алдыңғы дәрісте осы Батыс түрік қағанаты туралы айтқан болатынбыз. Енді сол Батыс түрік қағанатының Жетісудағы аумағында Батыс түрік қағанатының орнына осы Түргеш қағанаты құрылады. Түргеш қағанатының хронологиялық мерзімі 704-756 жылдар. Бүгін біз осы Түргеш қағанаты жайлы Түргеш қағанатына қатысты оқиғалармен танысатын боламыз. Түргеш қағанаты жалпы ұлы дала тарихы, империялар тоғысы, күрделі дипломатия және түркі соғды мәдени синтезі, барлық тарихи деректер мен фактілерге негізделген толық визуалды шолу. Яғни осы бүгін біз Түргеш қағанаты туралы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Мемлекеттің негізі, яғни Батыс түрік қағанатының мұрагері болып саналады. Түргештер, яғни Батыс түрік қағанатының орнына осы түргештер құрылған болатын. Бірінші қадамы шығу тегі. 6 ғасырда Батыс түрік қағанатының сол қанатына енген саны жағынан ең көп болған тайпа осы түргештер болып саналған. Олар Батыс түрік қағандығының мемлекеттік әкімшілік, әскери және мәдени дәстүрлерін тікелей жалғастырған болатын. Екінші қадам катализатор. Түргеш қағандығының құрылуына жол ашқан басты оқиға ол үшлік атты қаған болады осы түргештердің. Сол үшлік қаған қытайларды жеңіп, өздерін тәуелсіз мемлекет ретінде жариялаған болатын. Ол Түргеш қағанатының алғашқы және негізін қалаған қаған болып саналады осы үшлік қаған. Қытайлар жеңу нәтижесінде осы Түргеш қағанатының негізін салады. 8 ғасырдың басында, дәлірек 704 жылы Жетісуда мемлекеттік бірлестік ретінде билік басына келді осы түргештер. Яғни 704 жылы Жетісуда билікке келген осы түргештер. Түргештер туралы ең алғашқы деректер әйгілі Күлтегін ескерткішінде кездеседі. Біз яғни түрік қағанаты тақырыбында осы Орхон-Енисей жазбаларын өткен болатынбыз. Сол Орхон-Енисей жазбаларының бір бөлігі Күлтегін ескерткіші болса, яғни Күлтегін қолбасшыға арналған ескерткіш болса, осы ескерткіште яғни балбал тастардың жазуларында осы түргештер туралы алғашқы мәліметтер келтірілген. Қағанаттың географиясы мен негізгі орталықтары. Яғни түргештердің орналасқан негізгі аумағы жаңа айтып өткенімізде Жетісу аймағы болып саналады. Байырғы және басты жер аумағы осы Жетісу, ал түргештер оңтүстік батыс бөлігінде Шаш, яғни қазіргі Ташкент қаласынан бастап шығыс бөлігінде Бесбалық, Тұрфан қалаларына дейінгі ұлан-ғайыр жерді алып жатқан. Суяб, Түргеш және кейін Қарлұқ қағанаттарының бас астанасы, яғни түргештердің астанасы осы Суяб қаласы болған болатын. Келесі Күнгіт қаласы. Іле өзені бойындағы осы түргештердің кіші ордасы осы Күнгіт қаласы болған болатын. Осы мәліметтерге қарап отырсақ, бізде түргештердің екі астанасы болғанын байқаймыз. Негізгі және ірі ордасы ол Суяб қаласы, ал Іле өзені бойындағы кіші орда орталығы ол Күнгіт қаласы болған болатын. Сонымен қатар бізде Тараз қаласы да осы орталықтардың бірі ретінде әйгілі болып саналады. Осы түргештердің ерте орта ғасырлардағы Жетісудағы ең көне қала әрі қағанаттың маңызды орталықтарының бірі. Оны қазір біз Сұлу қаған осы Таразды өзінің ордасы ретінде жарияланғанын айтып өтетін боламыз. Ішкі құрылым және үшлік қағанның реформалары. Мемлекет негізін қалаушы үшлік қаған өзінің негізгі тайпаларын Шу мен Іле өзендерінің аралығында екі үлкен ордаға бөлді. Яғни үшлік қаған түргештерді екіге бөледі. Бірі сары түргештер, екіншісі қара түргештер. Сары түргештердің орналасу шекарасы Шу өзенінің бойында. Орталығы Суяб қаласы. Яғни үлкен орда осы сары түргештерге тиесілі. Ал қара түргештер Іле өзенінің бойындағы Күнгіт қаласы, яғни кіші ордада мекендеген. Әкімшілік әскери реформа. Үшлік қаған мемлекет аумағын 20 аймаққа бөліп, әрбір аймақтан 7000-нан әскер жинай алатындай күші болған болатын. Осы үшлік қаған. Ал 706 жылы үшлік қаған қайтыс болғаннан кейін батыстан жалпы түргештерге қауіп төндірген мемлекет ол араб мемлекеті болған болатын, яғни арабтар. Қағанаттың қайта күшеюі. Сұлу қаған. Сұлу қаған 715-738 жылдар аралығында билік құрады. Түргеш тарихындағы ең белгілі билеушілер жаңағы үшлікпен осы Сұлу қаған болып саналады. Сұлу қаған мемлекеттің ішкі сыртқы саяси жағдайы қатты шиеленісіп тұрған дағдарысты кезеңде билікке келіп, қағанатты қайта күшейтеді. Осы Сұлу қаған бізді Сүзеген деген лақап алған болатын. Ал ол лақап кім қойды? Оны арабтар атаған болатын. Өйткені арабтар олардың әскери шайқастарға тікелей өзі қатысып, жауларын үнемі жеңіп отырғандықтан осылай атаған болатын. Яғни Сүзеген.
немесе мүйізді қаған деген мағынаны білдіреді. Осы сұлу қағанға арналған арабтардың қойған лақап аты сүзеген немесе мүйізді қаған. Стратегиялық шешім: билікке келген соң сұлу қаған өз ордасын жаңағы айтып өткеніміздей Тараз қаласына көшірді. Яғни сұлу қағанның негізгі орталығы Суяб емес, Тараз қаласы болған болатын. Яғни Тараз қаласына көшіреді. Тәуелсіздік үшін үш жақты күрес және дипломатия. Жалпы Түргеш қағанаты осы сұлу қағанның тұсында үш жақтан қауіп төне бастайды. Олар мысалы оңтүстік батыс бөліктен араб шапқыншылығы, оңтүстік шығыс немесе оңтүстік шығыс бөліктен Қытай империясы, ал шығыс бөліктен бізде бұрынғы түрік қағанатының екіге бөлінгендегі шығыс түрік қағандығы қауіп төндірген болатын. Сұлу қаған бұл мемлекеттермен дипломатиялық шешім ұсынған болатын, яғни ол қодандалық саясат арқылы. Сұлу қаған шығыстағы саяси жағдайын түбегейлі жақсарту үшін қодандалық әдісін сәтті қолданды. Ол шығыс түрік қағаны Білгенің қызына үйленген болатын. Яғни бізде сұлу қаған Білге қаған, атақты Білге Күлтегін Орхон енесі жазбалары осы кісілерге арнап салынған. Осы шығыс түріктің қағаны болады Білге қаған. Осының қызына үйленген болатын осы сұлу қаған. Сонымен қатар батыс, оңтүстік шекараны қорғау мақсатында Тибет патшасының қызына үйленді. Яғни осы кезде Тибет патшалығы болады. Осы бүкіл түргештердің оңтүстік бөлігінде олармен бізден араб шапқыншылығынан сақтану үшін осы Тибет патшасының қызына үйленіп дипломатиялық одақ жасасқан болатын. Осы сұлу қаған. Арабтарға қарсы шабуыл және Навакент трагедиясы. Сырттан төнген басты қауіп араб шапқыншылығына қарсы сұлу қаған Орта Азия елдерімен күш біріктірген болатын. Ол Самарқан және Бұхара тұрғындарымен бірігіп, соғдылардың арабтарға қарсы ұлт азаттық күресін қолдады. Бізде осы кезеңдерді шамамен 8 ғасырдың басында және ортаңғы бөліктерінде, яғни 30 жылдары бізде жалпы Орта Азияға арабтар қауіп төндірген болатын. Ол арабтар қауіп төндірген кезде осы Орта Азияда қазіргі Заравшан мен Қашқадар аймағында Соғды атты тайпа өмір сүрген болатын. Осы Соғды атты тайпаларға арабтар шабуылдап, олардың жерлерін, алым-салықтарын көбейткеннен кейін соғдылар оларға наразылық танытып, мынау түргештермен бірігуге бел байлайды. Осылайша бізде соғдылар мен түргештердің арабтарға қарсы ұлт азаттық күресі қолдаған болатын. 737 жылы сұлу қаған қарлұқ тайпаларымен күш біріктіріп, Тоқарстан аймағындағы арабтарды біржолата қуып шықты. Яғни 737 жылы сұлу қаған жаңағы осы Жетісу аймағынан кейін келген қарлұқ тайпаларымен, яғни сол кезде батыс түрік қағанатының құрамында болған қарлұқ тайпаларымен бірігіп, Тоқарстан аймағында арабтарды жеңген болатын 737 жылы. Жеңістерге қарамастан ішкі алауыздық үлкен соққы болды. Навакент қаласында сұлу қаған өз қолбасшысы Бағатарханның опасыздық жасауынан қаза тапқан болатын. Сұлу қағанның өз қолбасшысы болады Бағатархан деген. Сол сұлу қағанды былайша айтқанда билікке елену мақсатында өлтірген болатын. Яғни сұлу қағанды. Осылайша бізде елде біршама саяси бытыраңқылықтар, яғни билікке талас сияқты саяси оқиғалар қалыптаса бастайды. Ішкі дағдарыс, қағанаттың әлсіреуі мен құлауы 738-756 жылдар. Ішкі дағдарыс. Қара және сары түргештер арасындағы билік үшін күрес 20 жылға созылды. Бұл қағанаттың саяси және экономикалық жағдайын қатты әлсіреткен болатын. Осы ішкі қайшылықты пайдаланып, шығыс түрік қағанаты үлкен қауіп төндірді. Қытай экспансиясы 748 жылы. 748 жылы Қытай империясы түргештердің астанасы Суяб қаласын басып алған болатын. Одан кейін Ташкент қаласын жаулап, оның әмірін өлтіреді. Яғни ол қытайлықтар. Араб-Қытай шапқыншылығы мен толастамаған ішкі қақтығыстар салдарынан 756 жылы түргеш қағанаты толық құлады. Билікті өз қолына алып, түргештердің орнына келген тайпа қарлұқтар саналады. Тарихи бұрылыс, Атлақ шайқасы. Бізде осы түргештердің кезеңінде 751 жылы қазіргі Тараз маңында, яғни ол кездегі Атлақ қаласы, сол Атлақ қаласының маңында Тараз қаласының маңы болу керек, бірақ Атлақ ол қазіргі Тараз қаласының тікелей аты емес. Осы шамамен осы Тараз төңірегі. Осы Атлақ шайқасы болған болатын. Атлақ шайқасынан 751 жылы Атлақ қаласының жанында, міне презентацияны оқып отырсақ, 751 жылы Атлақ қаласының жанында арабтар мен қытайлар арасындағы ұлы шайқас өткен болатын. Оның нәтижесінде екі маңызды өзгеріс орын алды. Оның бірі Қытай экспансиясының тоқтауы. Атлақ шайқасынан кейін қытайлар Жетісудан біржолата кеткен болатын.
8 ғасырдың ортасында арабтар мен түргештер бірігіп қытайларды Жетісудан біржолата қуып шықты. Яғни осы арабтар мен түргештер бірігіп осы Атлах шайқасында қытайларды жеңіп, Жетісу аймағынан қытайлар біржолата кеткен болатын. Сонымен қатар діни мәдени өзгеріс екінші фактор, екінші нәтиже. Осы шайқаста арабтардың жеңіске жетуі Қазақстан аумағында ислам дінінің таралуына тікелей әсер еткен болатын. Яғни осыған дейін бізде Қазақстан аймағында ислам діні орнаған жоқ, ал осы Атлах шайқасынан кейін арабтардың келуімен Қазақстан аумағына алғаш рет ислам діні келген болатын. Екі жақты экономика және ақша айналымы, көшпелі өмір. Жалпы түргештер негізінен жартылай көшпелі және көшпелі өмір салтын ұстанған тайпа мемлекет болған болатын. Негізгі бағыт көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы. Теңге шығару ісі. Ерте орта ғасырларда Жетісу жерінде теңге шығару ісін дамытқан түргештер. Біз оны қайдан білеміз? 704-756 жылдар аралығында соғылған 8 ғасырға тиесілі түргеш теңгелері дәл осы Тараз қаласынан табылған болатын. Отырықшылық. Түргеш қағанаты көшпелі емес, сонымен қатар отырықшылықпен де айналысқан, яғни егін шаруашылығымен де айналысқан. Түргеш қағанаты ерте орта ғасырлық Жетісу аймағында қалалық отырықшылық мәдениеті жоғары дамыған мемлекет болған болатын. Жетісудағы ең көне қала осы Тараз қаласы қалыптаса бастаған болатын. Және бізде жаңа айтып өткенімізде Соғды атты тайпалардың Жетісуға келуі орын алған болатын, яғни жаңа арабтардың немесе саудаға қатысты. Енді соны толық айтып өтетін болсақ, бұл 6 және 8 ғасыр аралығын қамтиды. Жалпы соғдылар кімдер? Олар Орта Азияда ежелден Заравшан және Қашқадария өзендерінің алқабында өмір сүрген Иран тілдес халық. Осы соғдылар. Итеруші факторлар. Экономикалық қысым. Бұхараның әмірі Абруйдың диқандар мен саудагерлерге қысым көрсетіп, көп алым салық жинауы оларды көшуге мәжбүр еткен болатын. Сыртқы қауіп. Кейіннен басталған араб шапқыншылығы Жетісуға қоныс аудару процесін одан әрі күшейтіп жіберді. Яғни бұл жерде екі фактор. Оның бірі экономикалық фактор, екіншісі сыртқы фактор. Осы соғдылардың Жетісуға көшуіне себеп болған оқиға айтылып отыр. Миграция, яғни көші-қоны. Сауда мүддесі. Академик Василий Бартлеттің пікірінше, соғдылардың Түркістан мен Жетісуға қоныс аударуының негізгі себебі саудаға тікелей байланысты болды деп жазған болатын. Өйткені бізде осы Қазақстанның оңтүстік бөліктерінде ежелден ұлы жібек жолы қатынаған болатын. Осы сауданы дамыту мақсатында соғдылар өз тауарларын өткізу мақсатында осы Жетісуға келді деп сипаттайды. Түркі соғды мәдени ассимиляциясы. Интеграция. Соғдылықтар түркілердің тілін, әдет-ғұрпын және мәдениетін қабылдай бастады. Бұл миграция Жетісуда егіншіліктің қарқынды дамуына үлкен үлес қосты. Түркі тілдес ру тайпалар мен соғдылықтардың бұл байланыстары. Енді деректерге келер болсақ, Махмұд Қашқари, яғни орта ғасырлық ғалым, Диуани лұғат ат-Түрк атты еңбегінде соғдылықтардың ішінде түркше сөйлемейтіні жоқ деп жазған болатын. Яғни соғдылықтардың барлығы да кейін бірте-бірте түркше үйренген деп қорытынды шығарсақ болады. Сюань Цзян, Қытай саяхатшысы, 7 ғасырдың басында ол Суяб қаласы туралы сипаттап, Суяб қаласының батыс жағында бірнеше қала бар. Олар басқаларға тәуелсіз, бірақ түріктерге бағынышты өз билеушісі бар деп осы соғдылар туралы сипаттама берген болатын. Ол соғды халқының негізгі кәсібі сауда мен егіншілік екенін атап өткен болатын. Яғни ол Қытай тарихшысы Сюань Цзян. Сонымен қатар жазу мәдениеті және жаһандық байланысқа келер болсақ, қош жазу мәдениеті. Түрік халқының арасында көне түрік жазуымен қатар осылар соғдылардың келуімен соғды жазуда кеңінен таралды. Бұл ішкі және сыртқы сауда дипломатиялық байланыстарды жеңілдетті. Ұлы жібек жолының феномені. Бұл интеграцияның ауқымы соншалықты кең болды. Соғды тілінде жазылған қолжазба Ұлы жібек жолы арқылы сонау Жапонияға дейін жеткізіліп, осы уақытқа дейін сол Жапония елінде сақтаулы тұр. Қорытындылай келе айта кетер болсақ, Түргеш қағанатының тарихи мұрасы. Геосаяси қалқан 704-756 жылдары Үшлік пен Сұлу қағандар араб, Қытай және шығыс түрік экспансиясына төтеп беріп, тәуелсіздікті сақтап қалды. Атлах шайқасы 751 жылы арқылы аймақта ислам дінінің таралуына және Қытай қысымының тоқтауына негіз қалады. Экономикалық дербестік, көшпелі мал шаруашылығы мен қалалық отырықшылықты қатар дамытып, Таразда өз теңгелерін соғу арқылы аймақтың экономикалық қуатын көрсетті. Мәдени синтез ошағы, түркілер мен соғдылардың бірігуі нәтижесінде бірегей мәдени ассимиляция, егіншілік пен сауданың өркендеуі, сондай-ақ қос жазу жүйесі көне түрік және соғды жазу жүйесі қалыптасты. 756 жылы билікті қарлұқтарға бергенімен
Түргештер ерте орта ғасырлық Қазақстанның мемлекеттілік және өркениеттік дамуында өшпес із қалдырды деп бүгінгі дәрісімізді қорытындыласақ болады. Жалпы осылай біз бүгінгі түргеш қағанаты туралы дәрісімізді аяқтадық. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.